Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өріктен осындай дәмді керемет болып шығатын пирог жасайтын боламыз. Келесі видеомда уксус қосылмайтын морковча салатының рецептісін шығаратын боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сол кезде бірінші болып көресіздер. Бізге керек ингредиенттің барлығын алдын ала дайындап аламыз, өлшеп. Ұнымызға сахарный пудраны саламыз. Менде ұн 200 грамм, сахарный пудра 100 грамм, сосын разрыхлительді 10 грамм. Барлығын бірінші құрғақ заттарын араластырып аламыз қасықтың көмегімен. Үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Сосын бөлме температурасындағы тұрған сармай 100 грамм. Соның барлығын салып, енді қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымызды илеп болған соң холодильникке 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ендігі кезекте начинкасына 200-250 грамм өрігімізді жақсылап жуып блендерден өткіземіз. Блендерден өткен өріктің үстіне 100 грамм қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Сосын үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. 100 грамм жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше бір шетке ала тұрамыз. Ендігі кезекте қамырын формамызға жайғастыратын боламыз. Сіздер қамырын сразу формаға жайғастырсаңыздар болады, қолыңызбен жайып, немесе мен сияқты осындай пергамент қағазына оқтаудың көмегімен жайып, сосын формамыздың үстіне аударатын боламыз. Форманы кішкене майлап жіберсеңіздер де болады, жабысып қалмас үшін. Достар, егер осы видео рецепт сіздерге ұнап жатса, менің каналыма дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар деп сұранам. Видеоның астында поделиться деген батырманы басып, әпке сіңілдеріңізбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Енді осылай видеода көрсетілгендей қамырымызды жайғастырып болған соң, артық қамырын пергаменттің қағаздың үстіне тағы да оқтаудың көмегімен жайып, осында құрылғының көмегімен полоска етіп кесіп аламыз. Ол бізге әсемдік үшін керек болады. Мінекей 10-15 минут тұрған өрігіміз осында консистенцияда болып шығады. Жайғастырып шығады. Алдын ала пешімізді қыздырып аламыз. 180 градуста 30 минутта пісіретін боламыз. Мінекей біздің пирогымызды әсемдеп болдық. Осында жұмыртқамен, сарысымен кішкене жап шықсаңыздар да болады. Бұл міндетті емес. Негізі өріктің пайдасы өте көп. Кішкене балдар өріктің өзін жемейді ғой, сол үшін осындай пирог жасап берсеңіздер болады. Мен балдарым сүйсініп жеп қойды. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. 30 минутта сахарный пудрамен әсемдеп дастарханымызға ұсынамыз.